Егер де сенің айналаңдағы қоршаған ортаң мен достарың Құдайды еске алуға жақындатпайтын болса дейді, онда Үбәй ибн Халафтың жағдайын кейіп қалуы мүмкін дейді адамдар. Кейін. Өзі біледі ғой әркім кіммен араласып жүрген, дұрыс па? Жақсымен аралассаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен аралассаң, қаларсың ұятқа дейді қазақ айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Жақсы достың мысалы әтір сатушы сияқты дейді анаға. Жақсы ортаның, жақсы достың мысалы әтір сатушы. Ол саған әтірін сатады дейді. Сен одан сатып аласың, немесе ол хадия қылады дейді. Болмаса ананың қасында көп жүргеннен кейін әтірінің иісі үстіңе сіңіп қалады дейді. Не деген сөз ол? Ол деген сөз жақсы адамнан сен бір нәрсені өзің үйренесің, қабылдайсың. Немесе ол саған үйретеді, хадия қылады дегені осы жерің дұрыс болмады, оны былай істеу керек еді деп не істейді? Имани жағымен түсіндіреді дейді. Немесе соның қасында күнде жүре бергеннен кейін ананың бойындағы жақсы қасиеттер сізге не істей бастайды? Жұға бастайды, сіңе бастайды. Көрдіңіз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи керемет мысалы. Жақсы дос. Жаман достың мысалы ше дейді. Канафихил кири дейді. Мына күр үрлейтін сияқты. Күр деген анау темір ұсташылардың уф деп үрлеп тұратын несі бар ғой, анау құрылғысы. Дәл сол сияқты дейді. Не істейді ол? Ол үстіңе жаңағы шоғын түсіріп күйдіреді дейді. Немесе оның қасында отыра беріп сасып кетеді дейді үстің. Далаға шыққан кезде үстің сасып кетеді. Ол деген сөз жаман доспен жүретін болсаң дейді. Ол сені бір күні шоқ түсіріп не істейді? Күйдіріп кетеді дейді. Бел ортада тастап, сені лақтырып кетеді дейді. Жамандығын жоқтырып кетеді. Немесе сен оның қасында жүре беріп, небір жаман амалдардан үйреніп аласың да сасып шығасың дейді, жаңағы күрдің қасынан шыққан адам сияқты.